Ал достар, жақында қасиетті Рамазан айы, қазіргі уақытта өздеріңіз байқасаңыздар, әлеуметтік желілерде жарнама деген көбейіп кеткен, қандай қажылыққа жібереміз, умраға жібереміз деген сияқты. Кеше мен айттым, осы умра бойынша түсіндіріп пост саламын деп. Енді тыңдаңыздар. Умраға өзіңіз қалай кетесіз? Жеке дара агентствосыз. Мысалы үшін $700-800 сенің қалтаңды тесіп бара жатқан жоқ па? Қазіргі заманда тем более керек. Сондықтан қараңыз, ең бірінші умраға бару үшін не керек? Әрине, ол сіздің құжатыңыз, яғни загранпаспорт керек болады. Одан кейін барып, сіз электрондық тұрғыда виза алсаңыз болады. Я Алматыда посольство бар, Астанада елшілік бар деген сияқты. Оларға барып, қандай құжат керек деп сұрасаңыз да болады. Алайда мүмкіндік болмаса, онда өзіңіз электрондық тұрғыда істеуге болады. Қараңыздар. saudiarabia.immigration.org деген сайт бар. Сол Google-да терсеңіздер атып шығады. Кіресіздер, сосын кірген кезде ағылшын тілінде барлығы жазылып тұрады, бірақ оны қазақ тіліне аударсаңыз болады, орыс тіліне аударсаңыз болады, түсінбей жатсаңыз. Сосын қарайсыздар, өзіңіздің паспортный данныйыңызды толтырасыздар, қай уақытта барғыңыз келеді, соның барлығын жазасыздар, және де фото сұрауы мүмкін. Сол үшін алдын ала фотоны дайындап қойыңыздар, яғни 200 мегапиксель, көбейту 200 мегапиксель, немесе 3:5, 4:5 жарай береді. Міндетті түрде ашық түсті ақ фон болу керек, ақ фото болу керек. Осы ғана қабылданады. Сосын фотоға түскен кезде ер адамдарға бас киіммен, көзілдірікпен түсуге болмайды, бетті тыржитуға деген сияқты. Сол сияқты әйелдерге де тыржитып, тістерін көрсетуге, олай фотоға түсуге болмайды. Және де әйел адамдар фотоға түскен кезде міндетті түрде жабық түсу керек. Бұл электрондық визаны толтырған кезде сұралатын талаптар осындай. Және де төлем болады $30 мен $80 арасында виза дейтін, осы Сауд Арабиясына турист ретінде бару үшін сіз осындай суммада ақша төлейсіз. Доллармен, немесе теңгемен, каспимен, барымен төлей бересіздер. Және де сізден тағы да бір құжат сұрауы мүмкін, ол сіздің банктегі шотыңыз. Мысалы үшін Каспийден, я болмаса халықтен алдын ала выпискаңызды дайындап қойыңыз. Сіздің жаңағындай шотыңызда жасалған операциялар, сосын жоқ дегенде $300-400 шотыңызда болсын. Енді кейін тағы да қандай құжат керек десеңіздер, ол бару және де келу. Былайша айтқанда, сіздің ұшақ билетіңіз. Пересадкамен алсаңыздар еш нәрсе етпейді. Кувейт арқылы, Сауд Арабиясы, жаңағыдай Біріккен Араб Әмірлігі, болмаса Турция арқылы ұшсаңыз да еш нәрсе етпейді. Кейбіреулер Кувейтпен алып жатады деген сияқты. Бірақ билет баратын және қайтатын билет болу керек. Одан кейін барып, қонақ үй міндетті түрде қанша күнге боласын, соның броньның барлығын сен көрсету керексің. Желательно қағазға өздеріңіз шығарып алыңыздар. Бронь жаңағыдай отелі, қонақ үйі, сосын жаңағыдай ұшақтың билеті, соның барлығын қағазға шығарып алған дұрыс. Паспортында ксерокопиясын істеп алыңыз, және сіздің паспортыңыз мерзімі 6 айдан төмен болмау керек. Яғни жоқ дегенде 1 жылға жарайтын әлі паспортыңыз болған дұрыс. Умраның визасы әдетте 30 күннен басталады, максимум 90 күнге дейін беріледі. Яғни умра деген кезде сіз туристік визамен барып умра жасауға болады, ал қажылыққа ол құжат сәйкес келмейді. Осы орайда көп агентстволар бізде жаңағыдай туристік визамен умраға жіберіп жатады. Бұл осылай жұмыс жасайды. Сондықтан сіздер өздеріңіз оны істей аласыздар. Бұл көп қаражатты талап етпейді. Әзір болса бір 2-3 сағат уақытыңызды алуы мүмкін. Егер жақсы адамдар, интернет дұрыс білмейтін адамдар мүлдем түсінбейміз десе, онда білетін біреуге істеткізген дұрыс шығар деп ойлаймын. Алдағы уақытта кіші қажылықтарыңызды жақсырақ өтеп келіңіздер. Тағы да бір информация айта кетейін. Әйел адамдардың жақсы 45-тен асатын болса, олар жеке дара жаңағыдай кіші қажылықты жасай беруге болады, өздері кетуге. Ал егер 45 жастан төмен болатын болса, онда міндетті түрде қасында ағасы, я болмаса күйеуі, сонда ер адам міндетті түрде болу керек. Осыны біліп жүріңіздер. Жақсы информация үшін сіздер подписка жасап, лайк басып, барынша осы ақпаратты таратыңыздар. YouTube арнама, Instagram арнама тіркеліп кетіңіздер. От души.